Сәлем достар, дәл осында өте дәмді болып шығатын әдемі салат жасайтын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Бізге бауыр және қайнатылған картоп, морков және жұмыртқа, майонез, сыр керек болады. Міне майға жуа қуырып аламыз да, осылай қайнатылып, үкіштен өткізілген бауырға қосамыз. Міндетті түрде қайнатып жатқанда тұз қосамыз, және жуаны қуырған кезде де тұз қосып жібереміз, себебі өте тұзсыз болып кетсе, кішкене дәмсіз болып қалады, бірақ ащы да болып кетпесін. Осылай тарелкаға бөліп аламыз, үстінен майонез жағып шығамыз. Майонезден кейін кішкене картошканы үкіштен өткізіп, бетіне тұз себелеп, одан кейін тағы майонезімізді жағып, оның үстіне морковты да осылай үкіштен өткіземіз. Тоже осылай распределять